Сот үзіліс жасайды 14 сағат 30 минутқа дейін. Тұруларыңызды сұраймын. Жашып кетеді, дұрыс сөйленбей? Саған көрсетіп қоймайды ғой. Сөйлесіп қоймайды. Қаулы жарияланады. Жекеше қаулы 2025 жылғы 22 мамыр Талдықорған қаласы. Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты құрамында төрағалық етуші судья Жанұзақов, сот мәжілісі хатшысы Файз Рахманованың, мемлекеттік айыптаушылар Қурақбаевтың және Сарсенбайдың, жәбірленушінің өкілдері адвокаттар Миязов, Мұстапаев, Ажигалиева, заң кеңесшісі Шекеевтің, сотталушылар Тоқтаубаев, Шынасыл Сакиев, Белғожаев, Аскентай Ильясов, Қалиахмет Исқақтың, сотталушылардың қорғаушылары Жунусова, Еспергенова, Абилдаева, Кемелбекова, Сидипасова, Сарманова және адвокаттар Бабажанова, Баймуханова, Абенов, Бөлембаев, Ержанов, Садибеков, Келибаев, Орынбаева, Қабылов, Сағымбек және Досжановтың, кәмелетке толмаған сотталушы Исқақтың заңды өкілдері Отарбаева және Отарбаевтың, аудармашы Тоқтабаянованың, сот приставтары Макулов, Жұмасыл, Байдәулетовтың қатысуларымен ашық сот мәжілісінде аудио-бейне жазуды қолданып, Шынасылды Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтарымен 24 бабының 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтарымен 293 бабының 3 бөлігімен Сакиевті қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтарымен 293 бабының 3 бөлігімен Белғожаев, Аскентай Ильясов, Қалиахмет Тоқтаубаевты қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен Тоқтаубаевты 293 бабының 3 бөлігі 188 бабының 1 бөлігімен Исқақты қылмыстық кодексінің 434 бабымен айыптау туралы сотқа берілген қылмыстық істі қарап, сот қаулы етті. 2025 жылғы 21 мамырда осы іс бойынша бас сот талқылауының үзіліс кезінде айтылған сөздердің аудиожазбасы деп әлеуметтік желілерде таратылу фактісі бойынша Алматы облысының прокурорының назары аударылсын. Жекеше күзетпен ұстауда отырған сотталушылар қаулының көшірмесін алған күннен бастап 15 тәулік ішінде, ал сот мәжілісіне қатысқандар қаулы жария етілген күннен бастап белгіленген мерзім ішінде Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты арқылы Алматы облысы сотының қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық алқасына шағым немесе прокурор өтініш хатын келтіруге құқылы.